Сәлем достар, қыздар, қалайсыңдар? Біз бүгін істейміз соус для борща на зиму. Қазір көрсетемін, немене істеу керек екен. Міне 1 килограмм помидор, 3 головка перец и 1 головка чеснок, морковь 1 килограмм, 1 килограмм пияз и свекло 1 килограмм. Бәрін осылай турап аламыз. И бізге керегі мына жерде сұйық май жарты литр и 2 столовая ложка сахар, 2 столовая ложка соль керек бізге и томатный паста 5 столовая ложка. 1 чайный ложка лимонный кислота қосамыз. Осының барлығын 1 сағатқа тушить етеміз қазанда. И өздеріңіз білесіздер, осылай қылып турауға да болады, и теркадан жіңішке қылып турауға болады. Мен бүгін мынандай мясорубкадан өткіземін бүгін. Осылай маған ыңғайлы.